Бәйтерек поэмасы және оның құндылығы. Қазақ ертеден өте көрегенді халық болған. Барлық нәрсенің өз құндылығын білген. Халқымыз айдалада жалғыз өскен ағашты киелі ағаш немесе әулие ағаш деп санаған. Оны кесуге, зақым келтіруге тыйым салған. Ондай ағаштың көлеңкесінде ұзақ отырып демалуға, ұйықтауға да болмайды деп айтқан. Жалғыз өскен ағаштың жанында ұзақ болсаң, сол ағаштай сопиып жалғыз қаласың деп жалғыздықтың нышанына балаған. Ал шөлді жерде жөй алып өскен ағашты киелі санаған. Сол ағаш жанында түнеп, тілек тілеп, шүберек байлаған. Кейбіреулер ол маңда әулие жатыр деп мал сойып ырымдаған деседі. Нұрсұлтанның хақ төрінен орын алған Бәйтерек монументінің негізгі идеясы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ой қиялынан туындаған. Елбасы оның эскиз нобайын бір түннің ішінде өзі ойлап шығарды. Оның пікірінше, монументтің негізгі идеясы бейбіт өмір мен келісімге ұмтылған барлық қазақстандықтардың ғұмырлық мұратын білдіреді. Бәйтерек Нұрсұлтан қаласындағы сәулет құрылыс кешені, сәулет өнерінің бірегей туындысы. Бәйтерек монументінің түпкі ұғымында бәйтерек деген сөздің өзі өмір ағашы деген мағынаны білдіреді. Міне осы жапырақ жайған алып ағашқа ертедегі ертегілерде кездесетін қасиетті құс самұрық айқара жазылған кең қанаттарымен айналасын тұтас жауып ұшып келеді. Ол өмірдің өзегін өркендетіп, үміттің үзірін үкілейтін алып алтын жұмыртқа күнді салу үшін өмір ағашы бәйтерекке ұмтыла түскен. Осы алып ағаштың тағы бір идеясы өлім мен өмірді теңестіретін дүниежүзілік мифті мазмұнына негізделген. Қазақ мифологиясында ол космос ағашы ретінде қаралады. Бәйтерек үш әлемді байланыстырушы дәнекер ретінде кеңінен көрсетіледі. Ел арасында адамның жаны киелі теректе сақталады деген ұғым ежелден қалыптасқан. Мифологияға зер салсақ, бәйтерек туралы аңыз әңгімелер өте көп. Солардың бірінде басы аспанмен, түп тамыры жер астымен жалғасқан киелі теректің әрбір жапырағы жер жүзінде жасаған әр адамның өмір тіршілігінің нышаны, жер бетінде тіршілік еткен әрбір адам киелі теректің жапырағы жарылғанда өмірге келіп, жапырағы жайқалып өскенде есейіп, кемеліне келіп, жапырағы мезгілсіз сарғайса, қайғы қасіретке тап болады. Жапырағы солса, қартайып, жапырағы үзіліп жерге түскенде қазаға ұшырайды делінген. Осылай бәйтеректің жапырағына жан орналастырып, адамның өмір сүру кезеңдерімен үйлестіре бейнелейді. Бәйтерек үш әлемді байланыстырушы дәнекер ретінде әспеттелінеді. Орта дүниені адам, жоғары дүниені қара құс, төменгі дүниені жылан айдаһар көрсетеді. Бәйтерек монументі өзі үш бөліктен тұрады. Бұлардың да өзіндік сырлары бар. Нысанның жер асты бөлігі ұлттың тамыры жаюынан өзекті ой өрсе, ал екінші, үшінші бөліктері кейінгі өркендеу кезеңдерінен көрініс береді. Ол қалай дейтін болсақ, мысал үшін Бәйтеректің Астана қаласындағы сәулет кешенінің бірі болып саналатын Бәйтерек монументін алатын болсақ, оның үш бөліктен құралған, түпкі тамыры бар және ортасы және жоғары жағында жайқалған бір ағаштың бейнесі сияқты. Демек, оның түпкі тамыры деген біздің ежелден келе жатқан тайпааралық, одан кейінгі мысалы ұлтаралық қатынастармен, сосын қазіргі кездегі қазақ болып өркендеп жатқанымыз бұл орта жағы діндері және мынау жапырағы жайқалып өсіп жатқан бұл қазіргі кездегі біздің тәуелсіздік алып, бейбіт заманда, ынтымақтастықта, тыныштықта, қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған заманда өмір сүріп жатқанымыздың бейнесі деп бейнелеуге болады. Ал бәйтерек ағашы да дәл сондай. Тамыры тереңге жайылған қазақ халқы және өсіп, өркендеп, жаңағы тәуелсіздікке ұмтылып келген ел және тәуелсіздігін алып, өзінің жапырағын кеңге жайып, халқын көбейтіп, тілін, дінін, өзінің тәуелсіздігін айқындайтын елтаңбасын, әнұранын, туын деген сияқты өзінің ұлттық құндылықтарын дамытып,
дәріптеп өніп жапырағын кеңге жайып келе жатқан қазақ елі деп алып, соның нәтижесінде пайда болған бұл бәйтерек монументі. Жыр сүйер қауымын өлеңін іздеп жүріп оқитын ақынның бірі бұл Несіпбек Айтұлы. 1970 жылдардың ортасынан бері оқырманына 200-дей әнге сөз жазып, жиыны 15-дей кітап сыйлап, желдей есетін, жебедей тесетін ұтқыр жырларымен өнер өлкесінде өзіндік өрнегін қалыптастырады. Оның бәйтерек поэмасы шығармаларының ішіндегі елеулі орындалады. Ол өз сөзінде бәйтерек поэмасы туралы былай дейді: Бәйтерек поэмасының сұлбасы санамда 2 жылдай жүрді. Шығарманың басында түсімде тәуелсіздік падишасы қолыма берді қағаз алтын адам деген жолдар бар. Ол жалған жазыла салған сөз емес. Бір күні түсімде елбасы қолыма аппақ қағаз беріп жатыр. Оны түсім тура 1 жылдан соң қайталанып, Нұрекең бұл жолы қолыма алтын қалам ұстатып кетті. Осындай әсерлермен өзімнің о бастағы елдікке, дербестікке деген ұстанымдағы ой үстінде жүргенде бәйтерек поэмасы туды деп өз пікірін білдірген. Жалпы бәйтерек поэмасы бұл қазағымыздың қалыптасу тарихы, қазіргі өркендеу тарихына дейінгі аралықты қамтитын өте керемет поэма. Оқып, мәнін тарқатып бөлісуге кеңес беремін.